Бізге мынадай есеп берілген екен. ABCD параллелограммның D-е бисектрисасы AC диагоналін F нүктесінде қият, яғни мына AF-ның FC-ға қатынасы ол 7-ның 3-ке қатынасына тең екен. Енді BE-ның EC-ға қатынасын табуымыз керек екен. Жалпы бұл есепті шығармас бұрын, онда бірінші суретін салып алайық. Бізге параллелограмм берілген дейді. Сонымен, қазір мұнда параллелограмм салайық. Мынау келесі қабырғасы. Сонымен міне мынадай параллелограмм берілген дейді. Және бұның бисектрисасы мына қабырғасын қиып өтеді деп тұр ғой. Яғни мына сурет қазір бізге керек болады. Ал олай болса бастайық. Сонымен ең бірінші ABCD параллелограммның D-е бисектрисасы дейді. Яғни мынау D, мына нүкте E болады. Ал енді онда белгілеп шығатын болсақ төбесін A, B, C, D, және міне DE деген бисектриса, және ол AC диагоналін F нүктесінде қияды екен. Міне көріп тұрғандарыңыздай F нүктесінде қиды. Ал енді берілгенін жазатын болсақ, берілгені ABCD бұл қандай? Параллелограмм екен. Параллелограмм. Ал енді келесі DE бұл қандай? Бисектриса екен. Бисектриса. Ал енді келесі осы DE және AC деген түзуі қиылысатын нүктесін F деп белгілеген екен. Міне бұл F нүктесінде қиылысады. Енді келесі бізге берілген AF-тің FC-ға қатынасы бұл 7-ның 3-ке қатынасына тең дейді. Сонымен енді келесі бізге табу керек BE бөлінген EC-ні табу керек екен. Ал енді бұны шығару үшін қалай бастаймыз енді жалпы? Ең бірінші мұнда қатынас берілген екен, назар аударсаңыздар. Демек онда AF-ті мен 7x деп белгілесем, FC-ның ұзындығы 3x болады ғой, яғни бұлардың қатынасы 7-ның 3-ке қатынасына тең болу керек. Ал енді келесі басқа ешқандай элементтер берілмеген екен. Жалпы бұл есепті шығару үшін қазір енді біз мына FE-ні созайық. Сонда мынаны былай қарай созып жіберетін болсақ, келесі мынаны қазір қайтадан салайын. Ең бірінші мұна AB қабырғасын созудан бастайық. Ал бұны создық. Енді мұна DE бисектрисасын созатын болсақ, көріп тұрғандарыңыздай бұл екеуі қиылысады екен. Демек онда мен бұны қиылысу нүктесін бір жаңа әріппен белгілеп қояйық. Бір G нүктесімен белгілейік. Сонымен енді мұнда шешуін жазайық. Шешуі. Яғни біз не істедік? Мына DE-ні создық және AB-ны создық. AB мен DE-нің созындысы G нүктесінде қиылысады екен. Сонымен көріп отырғандарыңыздай бұл бисектриса деп беріліп еді ғой. Яғни бұл альфа болса, бұл альфаға тең. Сонымен біз бұл параллелограмм дегеннен нені білеміз? Ең бірінші мына AB мен DC параллель екендігін білеміз. Демек онда бұдан не шығады? Бұрыш FDC, міне FDC бұл тең болады екен. Бұрыш мына EGB. Міне бұрыш EGB. Неліктен бұл екеуі тең болды? Себебі AB және DC бір-біріне параллель болса, онда оны бір үшінші түзумен қиған кезде мұна пайда болатын. Мұна FDC деген бұрышымыз EGB деген бұрышқа тең екен. Яғни бұл альфа болды. Сонымен енді мына бұрышты қарастыратын болсақ, бұл бета. Мынау да бета. Сонымен мына үш бұрыштың қандай? Екі бұрышы қандай екен? Ортақ. Яғни мына бұрышы альфа, мына бұрышы бета. Келесі бұрышы альфа, келесі бұрышы бета болса, және де үшінші бұрышы 180 градус минус альфа мен беттаның қосындысы, онда бұның да мына үшінші бұрышы 180 градус минус альфа мен беттаның қосындысы деген шығады. Демек онда осы жерден көріп тұрғандарыңыздай, мына үш бұрыш A, F, G қандай болады екен? Мына D, F, C деген үш бұрышқа ұқсас болады екен. Сонымен, енді осы ұқсастықты бастамас бұрын, мына бисектрисаның қасиетін еске түсірейік. D, F дегеніміз не дедік? Бисектриса дедік қой. Бисектриса. Онда бұдан не шығатын еді? Бисектриса болса, AF-тің FC-ға қатынасы бұл тең болу керек. AD-ның DC-ға қатынасы. Демек онда бұдан AD бөлінген DC деп отырғанымыз 7-ның 3-ке қатынасына тең екен.
Яғни, мына қабырғаларының сәйкесінше мына қабырғаларының да қатынасы 7-нің 3-ке қатынасына тең болу керек екен. Демек, онда бұны мен 7y деп белгілейін, мына қабырғасын 3y деп белгілейік. Олай болса, мына AB-ның да ұзындығы 3y-ға тең болады ғой. Ал енді мына BG-дің ұзындығын біз білмейміз. Оны бір қандайда бір Z деген әріппен белгілеп қояйық. Немесе T деген әріппен белгілесек болады. Міне сонымен BG-дің ұзындығын T деп белгілейік. Ал енді міне осы жерден біз мына AFG және үшбұрыш DFC-ның ұқсастығын пайдаланатын болсақ, бұдан не шығады? Мұнда жазайық міне. AF-дің FC-ға қатынасы бұл тең болу керек. Міне AF-дің FC деп отырғанымыз мына альфа бұрышына қарсы жатқан қабырғасы бұл AF қой. Ол онда сәйкесінше келесі мына кіші үшбұрыштың альфаға қарсы жатқан қабырғасы FC-ға қатынасы ол мына AG деген табаны, яғни міне AG бөлінген DC-ға тең болады екен. Олай болса, енді біз бұл жерде нені білеміз? AF пен FC-ның қатынасы 7 бөлінген 3-ке тең екендігін білеміз. Сонда міне 7 бөлінген 3, ал ол тең AG деп отырғанымыз 3y қосу T-ға тең ғой. Міне 3y қосылған T-ға тең. Ал енді бұның бөлімінде DC дейді. DC-ның ұзындығы 3y-ға тең. Енді бұдан арғарай қалай есептейсіздер бұны? Бұны енді арғарай есептеу үшін біз қазір Менелай теоремасын еске түсіруіміз керек екен. Менелай теоремасы қалай еді? Менелай теоремасы, яғни біз қазір мына ACB үшбұрышы қиюшы мына GE дегеніміз мына ABC үшбұрышын қиюшы ретінде қарастыратын болсақ, онда AF-дің FC-ға қатынасы CE-ның EB-ға қатынас келесі BG-дің GA-ға қатынасы үшеуінің көбейтіндісі 1-ге тең дегенді қолданатын боламыз. Олай болса, қазір сол Менелай теоремасын жазып кетейік мұнда. Менелай. Яғни Менелай теоремасы қай үшбұрыш үшін? Үшбұрыш ABC үшін. Яғни бастайтын болсақ, онда AF-дің FC-ға қатынасы көбейтілген CE-ның EB-ға қатынасы көбейтілген BG-дің AG-ға қатынасы бұл 1-ге тең болу керек екен. Сонымен біз қазір мұнан нені білеміз? Мына BG бөлінген AG-дің мәнін қалай есептейсіздер қазір? Бізге керегі мына CE-ның EB-ға қатынасын табу керек қой. Сонымен біз қазір осыдан CE-ның EB-ға қатынасын өрнектейтін болсақ бұдан, міне CE бөлінген EB деп отырғанымыз бұл тең. Енді керісінше AG бөлінген BG, ал мұнау FC бөлінген AF деген болады. Яғни мұна екеуін теңдіктің оң жағына өткіздік. Сонымен енді осыдан CE-ның EB-ға қатынасын табатын болсақ, мұна AG-дің BG-ға қатынасы деп тұр ғой. Олай болса мұнда жазайық, міне CE бөлінген EB бұл тең AG-дің, міне қараңыздар, AG-дің BG-ға қатынасы дейді. Олай болса мен AG-ді 3y қосылған T деп жазайын, ал BG деп отырғанымыз ол T-ға тең ғой. Сонымен келесі көбейтілген FC-ның AF-қа қатынасы дейді. FC дегеніміз 3, мынау 7 болады. Сонымен енді бізге қазір мына 3y қосылған T-ның T-ға қатынасы белгісіз болып тұр ғой. Оны біз мына жерден шығарады екенбіз. Бұны қалай табасыздар? Яғни бұны қазір жеке-жеке бөлетін болсақ, міне мынадан мына жерге жалғастырайық. 7 бөлінген 3 бұл тең 1 қосылған T бөлінген 3y-ға тең ғой. Сонда осыдан мен T бөлінген 3y-ді табатын болсам, бұл 3-тен 4-ке тең екен. Яғни мына 3-тен 7-ден 1-ді азайттық қой, ол 3-тен 4. Ал енді тура осыны қазір қолданатын боламыз. Міне 4 бұрышпен қоршап қояйын. Сонда мына 3y-ді қазір мына плюс T-ны T-ға жеке-жеке бөлетін болсаңыздар, міне 3y бөлінген T қосылған 1, келесі көбейтілген 3 бөлу 7, бұл неге тең болады? Сонымен көріп отырғандарыңыздай 3y-дің T-ға қатынасы дейді. Ал біз T-ның 3y-ға қатынасын білеміз, ол 3-тен 4. Демек онда 3y-ді T-ға бөлетін болсаңыздар, ол керісінше 3-тің 4-ке қатынасына тең болады. Сонда 3-тің мынау керісінше 3 бөлу 4 дедік қой. Міне 3 бөлінген 4, келесі қосу 1, келесі көбейтілген 7-ден 3. Сонда бұның мәнін есептейтін болсақ, қазір
алымында 7 бөлімінде 4 көбейтілген 7-ден 3. Сонда мына 7 мен 7 бір-бірімен қысқарады да 4-тен 3 деген жауап шықты. Сонда мұннан бізде BE-нің EC-ға қатынасын сұраған екен ғой. Сонда сіздер керісінше енді BE-ні EC-ға бөлетін болсаңыздар, міне мұннан BE бөлінген EC, сонда бұл 4-тің 3-ке қатынасы деген шығады екен. Яғни міне бұл есепті шығару үшін мына DE бисектрисасын создық және AB қабырғасын создықта мына G нүктесінде қиылыстырып, үшбұрыштардың ұқсастығын және Менелай теоремасын қолдану арқылы есептей салдық. Сонымен міне жауабы 4 бөлінген 3-ке тең екен.